Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгінгі кезекті видеомда тарыдан майсок дайындайтын боламыз. Видеоны көруден алдын каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сонымен ең алдымен тарымызды ыдысымызға салып жақсылап жуып аламыз. Жуылған тарыларымызды қайнату үшін қазанымызға салып аламыз. Оның үстіне сүтімізді құйып, газге қойып қайнатамыз. Жалпы тарының тағамдық құндылығы өте жоғары, сондықтан тарыны жеген адамның қарны ұзақ уақытқа дейін ашықпайды және де денсаулыққа да өте пайдалы. Сонымен қатар ішек қарын жұмысына және де бауыр жұмысына өте пайдалы. Тары сүтке осылай біртіндеп қайнап, қою түрге айналады. Тары қоюлана бастағаннан осындай сары майымызды салып жіберіп, тарымен бірге араластырып, сары майды ертіп аламыз. Сары майды салып болғаннан соң газдың астын өшіреміз. Одан кейін 2 ас қасық шекерді де салып, жақсылап араластырып, 10-15 минутқа бетін жауып бұқтырып қойып қоямыз. Міне қыздар, осымен біздің тарымыз дайын. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаған болса, каналыма лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.